Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тойымды шығатын, қазіргі кезде хит болып жүрген хожелі мантысын жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ал енді бастайық. Ол үшін бізге суымызға 2 жұмыртқамызды салып, және де 1 шай қасық толтыра тұзымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Осылай тұзымыз ерігенше жақсылап араластырып алып, алдын ала електен өткізілген ұнымыздың үстінен құйып, жақсылап қамыр елеп алатын боламыз. Қамырымыз қолға жабыспайтын, орташа қаттылықтағы қамыр болып шығады. Ұнды сала отырып, 10-15 минутта қолымызбен жақсылап елеп алатын боламыз. Және де сіздерден сұрарым, қазақша контентті қолдап, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Және де астындағы комментария бөлімінде өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды. Және де осылай қамырымызды илеп алып, демалдырып қойып қоятын боламыз. Ол аралықта ішіне салатын салмасын дайындап аламыз. Пиязымызды ұсақтап турап, және картопымызды да ұсақтап турап, мен ішіне 3 май қостым. Және де тартылған етімізді, қара бұрышымызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Сіздер салмасына картоп қоспай жасасаңыздар да болады. Тек пиязбен тартылған ет және де сұйық май құйып жасай берсеңіздер де болады. Өте дәмді шығатын тағамдардың бірі. Және де құрамына қажетті заттардың барлығын астына описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден қарап, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ал ендеше салмасын дайындап қойдық. Енді қамырымызды жайып алатын боламыз. Тынып тұрған қамырымызды оқтауымыздың көлеміне қарай бөлектерге бөліп алатын боламыз. Менің оқтауым сәл кішілеу болғандықтан осылай майда етіп 4-ке бөліп алдым. Және де қамырымызды жайып алатын боламыз. Кішкене осылай ұнымызды сеуіп, оқтаудың көмегімен жақсылап жұқа етіп жайып аламыз. Қамырымызды міндетті түрде осылай жұқа етіп жаюымыз қажет. Бұл тағамның ерекшелігі де осы қамырында. Қамырын барынша жұқа етіп, астындағы суреті көрінгенше жайып алатын боламыз. Сол кезде біздің тамағымыз өте сулы болып, дәмді керемет болып шығатын болады. Сол үшін дәл осылай шеттетін баса отырып қана жұқа етіп жайып аламыз. Мен бұл тағамды бірінші рет жасап тұрмын. Бір жасағаннан өте дәмді әрі керемет болып шығады. Үйдегі үлкен кісілердің барлығына ұнады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Кәдімгі қарапайым мантының үлкен түрі болғандықтан дәл сол манты жасағандай етіп жасап аламыз. Тек түйілуі мен кесілуі жағынан үлкендеу етіп түйіп алатын боламыз. Маған осы жай мантыден қарағанда осы хожелі мантысы ерекше ұнады. Өйткені тез дайындалады. Қарапайым мантыге қарағанда уақытты да көп үнемдейді екен. Енді тек дәл осылай жасайтын боламын. Барынша қамырымызды жұқа етіп жайып алатын боламыз. Астындағы суреті көрінгенше. Және де осылай қолымызды қоя отырып, барлығын біркелкі етіп кесіп алатын боламыз. Сол кезде біздің мантымыз өте әдемі көрінетін болады. Барлық қамырларымызды кесіп алдық. Енді осылай 1 қасық немесе 1,5 қасықтай салып түйіп алатын боламыз. Дәл сол манты түйгенде етіп түйіп аламыз. Осылай барлық мантылерімізді түйіп алған соң, осылай тарелкамызға кішкене май құйып, мантылерімізді сала отырып, табамызға салып алатын боламыз. Сіздерге де осылай тарелкаға май құйып жасауға кеңес беремін. Өйткені біздің мантылеріміз үлкендеу болғандықтан, осылай бір-біріне жабыс қалмас үшін жақсылап майлап қойып шығатын боламыз. Сол кезде біздің мантылеріміз тарам-тарам әдемі болып шығатын болады. Және де осылай бетінде кішкене майлап жіберіңіздер. Беті кеуіп кетпей жұмсақ болып пісіп шығатын болады. Және де менде дәл осылай 4 лист мантоварка шықты.
Енді қайнап тұрған суымызда 45 минут пісіріп алатын боламыз. Ол аралықта бетіне қоятын салмасын дайындап алатын боламыз. Ол үшін дәл осылай пиязымызды ұсақтап турап алып, қызып тұрған табамызға майымызды құйып, пиязымызды дәл осылай қызартып қуырып алатын боламыз. Және де үстінен тұзымызды, бір қасық томатымызды салып, кішкене 5 минуттай қуырып алып, үстіне жарты пелайдай суымызды құйып, 15 минуттай баяу отта қайнатып аламыз. Сонымен біздің салмамыз дайын болып шығады. Міне біздің мантілеріміз пісіп шықты. Өте дәмді, өте әдемі болып пісіп шығады. Және де осылай бетіне соусын салып, және паприка немесе қызыл бұрышты осылай сеуіп шықсаңыздар да болады. Ол да өзінің ерекше дәмін беретін болады. Сіздерге дәл осы менің рецептіммен жасап көруге кеңес беремін. Бір жасағаннан өте әдемі, дәмді болып шығатын болады. Және де жасап жатсаңыздар, комментария бөлімінде бөлісе кетуді ұмытпаңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Сіздерге видеом пайдалы болды деген ойдамын. Қазақша контентті қолдап, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Назар қойып көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Назира.